жасап отқан операцияның ішіндегі ең үлкен тас осы болды. Ажалмен арпалысып келген адамдардың арашасы. Бүгінгі науқас 66 жаста, толық диагнозы өт қабының тас пайда болуы. Бүгінгі жасалып отырған операция лапароскопиялық холецистектомия, лапароскопиялық жолмен өт тасын алып тастау. Ота жасау барысында біздің хирургиялық топ, дәрігер хирург Бақытжан Құдайбергенұлы және де дәрігер анестезиолог Шындәулет Фахриддинұлымен бірге жасап шықтық. Бүгінгі науқасымыздың бір ерекшелігі өт қабында 4 тастың бары анықталды. Мына 4 тастың баруы ультрадыбыстық толқынды зерттеу арқылы және де магниттік томография арқылы жасалу арқылында мынау Гартман қабында тіреліп қалған тасты анықтадық. Бұл және де жүргізген фиброгастродуоденоскопия бойынша өт жолындағы түтіктің арқасында бір қысымның бар екені анықталды. Осы бойынша біз тез арада дәрігерлер қосылып отаға алып, ота барысында мынау Гартман қалтасында тіреліп қалған тасты анықтадық. Және де өт қабына тоқшек, асқазан және де мынау іш пердесі сол бірге жабысып қалған. Осы жабысқан бүкіл процестердің бәрін анықтап, операцияны 3 сағаттан жуық жасалды. Себебі ол жерде уақыттың ұзақтығы мұндағы мынау жаңағы спаечный процестерді және де мынау созылып кеткен формадағы өт қабын алу техникалық жағдайларға байланысты шамалы қиындықтар туғызды. Ота барысында біз өт қабынан осындай диаметрдегі 4 тасты алып шықтық. Бізде 90 жастағы Рысқаным әжеміз алдында келіп ем алған болатын тұғын. Бұл жолы әжеміздің 66 жастағы баласы сырқаттанып қалып, енді міне әжеміз бүгін 90 жасқа келіп, баласының көңілін сұрауға келіпті. Алайындар. Алладан кейінгі сендер ғой. Балам ауырып, ажал үстінде келіп еді. Қорыққанмен біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Айналайын Алтайжан, сендер операция жасап, баламның жанын алып қалыңдар, айналайындар. Ажалға араша болдыңдар. Сендерге ризашылығым мың сан рет ризамын, айналайындар. Жақсы жаңа баламды көріп, көңілім бірлеп қуанып шықтым. Енді айналайындар, көрген бейнеттерің, жасаған жұмыстарың, емдерің әр уақытта ауру адамдарға шипа бере берсін, айналайын. Амин әже, амин. Ал енді Алтайжан, мына сенің ауруханаңа мен емделіп, өтінен тас алып, өзім осы уақытқа жүргендегі практикамда осы Атағаудағы ең үлкен тас менің бауырымнан шыққан. Ал саған көп алғысымды айтамын. Мына жалпы Вестерн ауруханасына, қызметкерлеріне көп рахмат. Алтайжан, қолыңа дерт бермесін, аман бол. Осындай тек әрдайым ауру жандардың жанын алып қала бер. Рахмет. Жақсы, сізден ауырмаңыз енді. Рахмет. Осы аурудан тезірек айығып, жаңа 90-дағы анамыздың қасына барып, еркелеп, аралай сізде 90-100 жасқа жете беріңіз. Бірақ шын мәнінде мынау Атырауға келгендің ішіндегі ең үлкен тәжірибедегі осы тастар болды. Рахмет. Бәрі жағдай жақсы ғой қазір. Жақсы. Ешқандай ауру сезім жоқ. Қолыңа дерт бермесін. Жақсы. Аман. Операция сәтті өтті. Біздің хирургиялық ота бригадасына айтар алғысым шексіз. Осындай жағдайлар өт қабында тастың пайда болып жатқан жағдайлары болып жатса, онда міндетті түрде дәрігерге дер кезінде келіп отаны жасатқандарыңыз дұрыс болады.